Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін көрме жалғасып жатыр. Көрмеде біздің өзіміздің апаларымыз өнімдерімізді тұтынып көріп жатыр, және өздерінің қазір соған пікірін айтатын болады. Мына жерде эко қарбыздарымыз тағы да кесіліп жатыр. Апа, есіміңізді кім? Таныстырып жіберіңіз. Менің атым Роза Қажапа дейді. Мынау азыр сіздердің өнімдеріңізді жеп көрдім. Айырмашылық үлкен. Неге десеңіз, ананың жеген кезде білмеймін, басқаша да, мынаны жесең помидор жегендей болып отырмыз. Арбуздар да өте тамаша екен. Мынау дәрі жерілмеген дейді. Мен өзі осыдан 2 жыл бұрын қызым қатты ауырып, екі бүйрек істемей қалған. Сол кезде менің қызыма тек қана натуральный нәрселер ішкізіп жегізген. Сонымен натуральный бағанағы 100% өнімдерден ішкізіп, қызым Аллаға шүкір әзір 80% жақсымыз. Сөйтіп, енді ол шөптерден ішкізіп жатырмын, баптар ішкізіп жатырмын. Мынандай осындай өнімдер қашан болады деп, мына Шопан ханымға қайта-қайта өтініш жасап жүрдік. Шопан ханымға рахмет, мынау осындай биогумуспен өсірген натуральный өнімдерді осы біз халыққа жеткізіп отыр. Міне әзір жеп, ішіп көріп жатырмыз, өте дәмі жақсы. Енді осындай өнімдерден бағанағы ауыртқан қызыма апарып беремін, себебі екі бүйрегіне таза арбуз жесін дейді. Ал базардағы арбуздың бәрінде химикат бар. Дәрігерлер айтып жатыр ғой оны. Иә, таза жеу керек, мочегон тету керек. Оның ішінде жейсін, онан кейін қайтадан ауырасың. Сондықтан да натуральный өнімдеріңізге рахмет сіздерге. Бізге халыққа істеген жақсылықтарыңыз Алладан еселеп қайтсын. Алла сіздерге разы болсын. Шопан ханымға да алғысым шексіз. Осы жерге шақырып, осыны өнім жегізіп, біздерге беріп отырған Шопан ханымға менің 1000 алғыс. Рахмет барлықтарыңызға, Алла разы болсын. Амин. Қызыңыз жазылып кетсін, апа. Амин. Жақсы, азы жақсы, 80% жақсымыз. Енді осыны жегізіп, Құда қаласа жақсы болып кетеді деген сенімдемін. Дәрігерлерден де сұхбат алу керек екен негізі шынында. Мынау негізі осындай өнімдер көбейе берсін. Көбейе берсін. Экология таза нәрселер. Рахмет. Оқасы жоқ, апа. Рахмет. Міне достар, көрмеміз жалғасып жатыр. Тұтынушылар өздерінің пікірлерін айтып